Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Бүгін бізде Қазақстан кубогы аясында Шымкенттік Ордабасы және де Алматылық Қайрат футбол клубтарының арасындағы матчты тамашалайтын боламыз. Сіздермен бірге Шыңғыс Қанатұлы. Ордабасына ерекше болды! Қанеге қатыра! Ордабасы алға! Неке достар, осымен бізде ойын басталды. Ойын қызыққа, тартысқа толы болады деген сенімдеміз. Ендеше кеттік достар. Неке достар, шабуылда Ордабасы. Соққы, Абубакар! Соққы! Абубакар! Керемет мүмкіндікті. Ордабасы мүлт беріп отыр. Ойынның басы сәтті басылды деп айтуға келеді. Ойынның 5-ші минутында қарымта шабуылға шыққан Ордабасы футбол клубының ойыншылары керемет мүмкіндікті, атап айтқанда Абубакар мүлт жіберіп отыр. Алмасты қақпаға бағыттаған соққысын Заруцкий бірден қағып алды. Ордабасының алғашқы минуттарда қарқыны өте мықты. Бірден 2 мүмкіндікті жасап отыр, дегенмен әзірге гол болмай тұр. Қайрат өзінің шабуыл ұйымдастырып көреді. Алға ысырылған пас, дегенмен доп Ордабасы қақпашының қолынан табылып отыр. Абубакар доппен оңапталға Сұлтанбек Астанов шабуылда. Нұралы допты жоғалтты және Ордабасының шабуыл аяқталды және Зария қарсы жүрді ойын ережесі бұзылған екен. Ойынның 15 минуты артта қалды. Ойында ең қауіпті екі шабуылды Ордабасы ойыншылар ұйымдастырды. Дегенмен де допқа Қайрат ойыншылары көбірек иелік етуде, дегенмен де қарымды шабуылда Ордабасы сәтті ойнауда. Сұлтанбек Астанов ортаға ойысып келеді. Қалмасқа пас, соққы болар ма екен, бағытталды, дегенмен де қорғаушылар кедергі жасады. Шымкентте ауа райының ыстықтығына байланысты ойынның 23-ші минутында ойыншыларға су ішіп алуға үзіліс берді. Заруцкий. Алаңдағы ойыншылар түгілі қапталда көлеңкеде тұрған өзіміз шашап қалып жатырмыз. Ойыншылардың алаңдағы еңбегінің орасан зор екендігін осыдан аңғаруға, байқауға болады. Ордабасы кезекті шабуылы ортада. Нұралы доптан айырылып отыр, оған Иннадзе өзінің наразылығын білдірді және де шабуыл осы тұста аяқталды. Иннадзе сол қаппенмен ортаға ойысып келеді. Пас! Паулиньо! Гол авторы Жоу Паулиньо! Гол, достар. Бізде таразбасы ашылды. Ойынның 35-ші минутында Жоу Паулиньо керемет голдың авторы атанып Ордабасына алға шығарды. Иннадзе сол қапталмен Тапаловқа қарсы ортаға ойысып келеді. Абубакар қақпаға соққы, дегенмен қақпадан қиыс кетті. Алғашқы таймның негізгі уақытына бас төреші 2 минут қосты. Ойынның темпі бәсеңдеді, қауіпті шабуылдар азайды. Ордабасы өзіне керек голды соқты және мінеке осы тұста бізде ойынның алғашқы тайм аяқталды. Есеп 1-0 Ордабасының пайдасына. Топқа Қайрат ойыншылары тайм бойы көбірек иелік еткенімен де Ордабасы қарымды шабуылдарды сәтті ойнады. Топты өз иелігінде ұстаған сәттерде болды. Ордабасы жалпы қауіпті сәттер бойынша бір голына лайық өнер көрсетті. Екінші тайм бұдан да қызықты голдарға толы болады деп күтеміз. Үзілісте Ордабасы футбол клубы және бүгінгі қарсыластар
Қайрат футбол клубының сондай-ақ ұлттық құрама аңыз ойыншысы Гафуржан Сүйінбаев өзінің мансабын аяқтауына байланысты қоштасу рәсімін өткізді. Гафурға алдағы өмірінде тек қана сәттіліктер тілейміз. Неге достар, 15 минуттық үзіліс аяқталды. Бірінші таймның қорытындысы бойынша есеп 1-0. Тартысқа қызыққа толы тайм болады деген үміттеміз. Нұралы оң қапталмен шабуылда. Ортаға пас болар ма екен? Нұралы, Сұлтаниязов ашық және соққы. Қақпаға бағытталған соққы дегенмен де қиыс кетіп отыр. Керемет шабуылда Шымкенттік клуб ұйымдастырды, дегенмен де бұл шабуыл гол аяқталып отыр. Сұлтанбек Астанов пас беру кезде қателік және шабуыл осы тұста аяқталды. Дегенмен орта тұста ойын ережесі бұзылды. Қалмат топта Айбан Асырда өте талас. Сергей Мал. Опа! Сергей Мал алаңнан көтере алар емес. Төреші дегенмен де Сергей Малыға сенбейтіндігін айтуда. Тіпті варда қарамайтын секілді. Сұлтаниязов. Қақпа соққы болар ма екен? Соққы! Заруцкий өз орнында. Нұралы бұл жерде Заруцкий допты ойынға қоса кедергі жасады және нәтижесінде сары қағаз алып отыр. Неге достар, бізде ойынның 60-шы минутта ойынның темпіде басылды. Доп тек алаңның орта тұсында ғана жүруде. Дегенмен де Қайрат ойыншыларын ауыстырды деген жаңа деммен, жаңа күшпен шабуыл жасай алар емес. Ордабасы 1-2 мүмкіндіктері болды, дегенмен де ол мүмкіндіктері голға айналдыра алмады. Және қарымты шабуыл көрмейміз, Ордабасының шабуылы аяқсыз аяқталды. Абубакар қақпа соққы бағыттады. Абубакар керемет соққысын Заруцкий қайтарды және де бізде бұрыштама добы. Абубакар. Бұрыштама добы. Нүктеде Қалматов топты Айбан асыратын болады. Және әуеде талас. Соққы дегенмен де Сорокин бұл допты қақпалдан қайтарып үлгерді. Дегенмен де екінші деммен Ордабасы өзі шабуылын жалғастыруда. Қайрат ойыншылары шабуылдың бетін қайтарып бірден қарымды шабуылға бет алған, дегенмен де бұл жерде ойын ережесі бұзылды және сары қағаз Абубакар сары қағаз еншісін алып отыр. Барлығымыз Алматыда орталық стадионда өткен Премьер-лига аясындағы ойында білеміз, ойынның есебін білеміз. 4-0 есебімен Ордабасы есе жіберген болатын. Және сол ойыннан кейін Ордабасы футбол клубының бас бапкері Андрей Мартин бізге сапалы ойын көрсету үшін 10 тур қажет деп айтқан болды. Және де мінекей ол ойыннан бері 6-7 ойын өтті. Нәтижесі көз алдарыңызда. Ордабасы өзінің алаңында Қайратты әзірге ұтып жатыр. Және де ойынның есебін ескермегеннің өзінде ойынның деңгейі дәрежесі өскендігі көрініп тұр. Бірден қарымта шабуылда Шымкенттік Ордабасы. Алға қарай керемет пас. Және үлгере алмады Заруцкий допқа иелік етуде. Ордабасы ойыншылары бірден қысым жасауда және Жимо. Дастан Сәтбаев оң қапталымен өз шабуылын ұйымдастырып көреді. Ортаға ойысып келеді. Және керемет өтті Айбаннан пас. Сұлтанбек Астанов қорғанысы тағы да сәтті ойнай білді. Және бұл жер доп Айбаннан шығып кетті. Дегенмен де Қайрат өзінің шабуылын әрмен қарай жалғастыратын болады. Бізде шабуылда Сағадат Тұрсынбай алға қарай асырған пас. Жимо допты сақтап қала алды және де артқары жалғастырса болады шабуылда. Имнадзе Ордабасы керемет бір шабуылдың алдында тұрған секілді және ортаға пас Шанаджа және соққы болар ма екен? Қалматов керемет мүмкіндік. Соққы және
Ой, керемет соққы. Жанаджи пас өтпеді, офсайд. Есеп әлі де 1-0, айбан асырылған пас және соққы бағытталмады. Бұл жерде ойын ережесін бұзған Қайрат ойыншылары, Қайраттың шабуыл осылайша аяқсыз қалып отыр. Вардағы төрешілер өздерінің жұмысына кіріскен секілді. Пенальти қаралып жатса керек. Төреш шешімін шығарды, ешқандай да пенальти жоқ. Ойын таза шабуыл аяқталған және ордабасы жанкүйерлер өздерінің қолдауларын білдіруде. Соңғы секундтар шабуылда Қайрат. Доп айбанына асырылды. Әуеде талас. Әуе король Сергей Малый допты айбанына алып шықты және бізде ойын аяқталды. Есеп 1-0. Шымкенттік ордабасы жартылай финалда. Паулинья! Бро, с победой! С победой! Эй, Рашид! Вот мошенника, сфоткай мошенника. 3 мошенника, сфоткай мошенника. Тихо! Мы одна команда, друг за друга играем, поэтому побеждаем. Хорош, пацаны! Бля, очень тяжелый матч был, серьезно. Хороший соперник. Ну, пацаны вообще топ играли сегодня, поэтому побеждали. Поморда! Спасибо, с победой, с победой! Пару слов после матча можно? Очень сложная игра с очень хорошей командой, с чемпионом страны. Понятно, что кубковые игры, они особенные. Мы понимаем, как много характера нужно проявлять. Мы играли через 72 часа после последней игры. У соперника было 120 часов для восстановления. Это играет огромную роль, 48 часов. Но ребята проявили характер, показали свой боевой дух и сделали праздник для всего Шымкента. Всех с победой! Бүгін жақсы керемет ойын болды. Күннің ыстығына қарамастан. Қайратта алдында қалып кеткен ақысын алған шығар деп ойлаймын. Мынандай керемет жанкүйерлердің алдында. Жақсы ойын болды. Мынандай керемет газон, керемет атмосфера. Не керек? Кайф! Міне достар, тартысқа толы, қызыққа толы матч өз мәресіне жетті. Есеп 1-0. Ордабасы жеңіске қол жеткізіп, Қазақстан кубогының жартылай финалына жолдама алып отыр. Достар, барлықтарыңыз назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған мен Шыңғыс Қанатұлы. Арнаға жазылып, пікір қалдырыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.